Александр Байкалов 1907 жылда Пи Аймандағы Новопокровка алды түрен. Илбі кәдіша Пасталовсқанда ол 34 жастық саңай күз тұзындағы ирен болған. Армияда служба ертепскен кізі шаға иң пастағылыр санында қабылған. Ол ұрықы керектерінің керечілері амды қалбыды да. Александр Михайловичтің чені Виктория Варапаева әжезінің жоғын сақса керше. Қарындызым ипше алған болған шепалы көрбен. Шаға барып үрде болған да Александр сағбы жоқ шытпарғатып пішік келген. 17 жыл шажының үлізі білдістік болған. Пықтыр күскіде ша тарқын клубтың аралысшылары Москва облысындағы Одинцово аймақта тілек істезік тоқыстарын апарып Александр Байкаловтың сөгін тапалғанар. Ана қосте ады солазы пазылған медальон паза оқтех неманолар болған. Амды олар орындағы школының музейіне бертіл бардылар. Олғандардың пастарында, сақстарында қалар бүйін көкін. Оларға мұндық немелеріне көз етерге керек. Телевизордың немес, апети пост қарағының көріп істеп алдылар я. Олар мұның мандар мен сақыншам идик ардылып, олғылып жүрерлер біздің шажылары бізді. Туған жағынары Александр Байкаловтың сөгін түрен өскен черіндер ағылып шипсаларға жаратқандар. Пастағы тұста қызыл исінен шабылған олы немес қомдыжақ, сөк табылған орынның ұрық неместе Акулова алының тегеребінде қайралылған. Ақбын зараны апрель айда самолетнан жетіргенер. Бұл күнге жетірі ол аймақ күніндегі пейдегі тегерепті болды. Шажының туған жағынары Бондаревті шүктіпшалар. Аныңар Илбекады ша матырының сөгін бұл алының сырыдында көлет салдылар. Бүгінгі күнде кізінің жүрегі Хадитирка Прасашкінің өрінше, шажы кізі шерсун сайдынше, ады сүйгі де болса. А Прасашкінің кізінің ұйқырше ашырғасты қанжы кізі шатқан бұчады, қанжы кізі шерсуна айланман. Шажының сөгін ағылып, түрен жерінде шипсалары көп қорадығылар керекседі. Оларны Харатас аныжан майрық тоғыс берегізінің ұстақ баста прай позна алып алған. Аның оқ болы зинан құмырт қатас Пазатимерсиден тұрғызылды.